Құрметті ағайындар, Шымкент деп жатыр құдаларымыз, өзіміз жезқазған. Ол не емейді? Бұл қызық емес, ол Шымкент па, ол Атырау ма, ол маңызды емес. Ең маңызды нәрсе қазақ пен қазақ құда болып жатыр. Шүкір, соған бір шапалақ соғайық ағайындар. Құдалар, қош келдіңіздер. Ойлап тұрған, Шымкентке барады, мен қызын таңертең жоқ, тұрмайды таңертең. Қазір ондайды қойған, о жақта бұрын 6-та тұратын, қазір 6:15 емес, ондайда тұрады қазір. Біздің құдаларымыз Жезқазғаннан қыз алып жатсыздар. Бұл Қазақстанда ең сұлу қыздар қай жақта? Жезқазғанда. Қай жақта? Сұлу қыздар деді, мен қыз деген жоқпын. Сен қыз десем айтушы едің Жезқазған деп. Қазақстанда ең сұлу қыздар ол... Жоқ, Қазақстанда апа. Қазақстанда ғой ең сұлу қыздар әлем бойынша. Солай емес па ағайындар? Соның ішінде, сол әдемілердің ішіндегі ең әдемісін таңдаған ол біздің күйеу бала Гүлжайнамызды Жезқазғаннан алып жатыр. Құдалар, болашақ келіндеріңіз құтты болсын, қадамы құтты болсын. Енді апам көңіл-күйі сәл нашар болып тұр. Енді қыз беру оңай емес, көршіге балға берсең ертеңнен сұрап барасың, балғам қайда деп. Айгүл ханым, күйеу бала құтты болсын енді. Бүкіл елдің көзінше жақсылап бір маңдайынан сүйіп қойыңыз қызыңызды да, ұлыңызды да. Шапалақ соғайық ағайындар. Сүйіп алам бетіңнен, күннің көзі түсіп самал имеген. Күйеу баламыздың анасын шапалақпен қарсы алайықшы, анасын. Міне келе жатыр. Маэстро! Билеп беріңіз, құдағи! Бірінші келдің ба? Екінші келдім. Опыт бар екен ғой осы құдай қаласа. Құтты болсын. Бірге тұра ма, бөлек шыға ма? Бірге тұрады. Соң Гүлжайна сұрап берші деп жатыр еді ғой. Болашақ келініңіздің маңдайына сүйіп қойыңыз. Үй жаным, балаңызды да сүйіп қойыңыз. Қызы беріп атқан құдай. Қызы беріп атқан құдайды сүйіп қойыңыз. Жаным, осы екі бала бақытты болу үшін Айгүл екеуің тыныш жүріңдер. Сонда ғана екеуі бақытты болады. Солай емес пе ағайындар, Енді шын мәнісінде құдағиыңызды көрдіңіз ғой, тура өзіңіз секілді. Күліп жүреді, ешқандай қабағы андай түйілмеген, көйлектеріңді бірдей екен ашы. Екеу бір жерден келісіп оптым ала салған сияқты Ағай шеге ала салады деп. Құдағи сырласындай, құда құрдасындай деген сөз бар. Міне Аманай деген бұл главный құдаларыңыз осы жігіт, осы қыздың ағасы. Сондықтан күйеу бала құтты болсын бауыр. Мен жас болсаң да сенің мәртебең өсіп жатыр. Апам менді бақты, мына кісі дүниеге әкелді, апам қақты, бақты. Енді өзің қолпаштадың. Ең бастысы мына заманда жаман атын шығармай, қарындасыңды құтты жерден құтты жерге беріп жатсың. Бұның өзі бір үлкен үстіңнен тау құлағандай болған шығар. Құтты болсын қарындасыңның тойы. Енді мен есім Сауыржан болады ағайындар. Андай болмасын бүгінгі тойда. Қабақ түйіп алу, проблема ойлау, анау мынау бүкілін жинап алып жолдың арғы бетіне лақтырып жібереміз да Гүлжайнаның тойын көңілді қылып өткізейік. Келісеміз ба? Келісейік ағайындар. Бүгінгі тойға келген қонақтар, қадірменді мырзалар, тосқа шыққанда пожалуйста, Гүлжайна, Айгүл баяғыда мектеп оқығанда, ондай әңгіме вообще керек емес, сразу айтып алайын. Тек Айгүлге күйеу бала, кімге? Гүлжайнаға күйеу балаға тілек айтамыз. Уақыт Құдайдікі, ресторан бір байтікі, сағат 5-ке шақырған тойымыз сағат 7:30-де басталып жатыр. Сондықтан құдалардың да ана жақта күтіп отқан үлкендері бар, үлкен қауымы бар, солай емес па? Сондықтан біз бір-біріміздің уақытымызды алмай, әдемі қылып бүгінгі кешімізді ұзатайық. Бұл Жезқазған халқы сондай, иттері қаппайды, өте киелі. Жыландары шақпайды, қонақ болып барсаң ешкімге мін тақпайды. Жезқазғанның жігіттері бір-бірін сатпайды. Олар жұмыс жоқ деп үйінде жатпайды. Оларда бірақ минус бар, тамадағы шапалақ соқпайды, қалған нормально. Мәке, анау, мынау деген
деген тамада емеспін, үйттің бә, ана аяғына размері қандай, ұру кім, зачем? Саған мен еркекше бір екі уәдеңді берді, қызымызды алып төрге жайғас. Бірінші уәде, бүгіннен бастап әйеліме ұрыспаймын, яғни Гүлжайнаға ұрыспаймын деп уәде берем. Уәде берем. Не деп? Ұрыспаймын деп. Кімге? Гүлжайнаға. Сен міндет қылмай, конкретно айтсайшы басынан. Бүгіннен бастап. Бүгіннен бастап Гүлжайнаны ұрыспаймын. Елдің көзінше, басқа жұрттың бойынша, кім болсынша ұрыспаймын. Бүгіннен бастап Гүлжайнадан басқа қызға қарамауға уәде берем. Уәде берем. Қарамайын басқа қыздарға. Жақсы, енді сұрақ, басқа қыз көріп тұрсың ба мұнда? Жоқ. Мынауың аферист қой тұрған кәдімгі. Қарамас, махаббат көзбен ешкімді көрмесін. Гүлжайна, әйел адамның бүкілінен сұра, енеңнен де сұра, мамадан, бүкіл әжеңнен, кімнен сұрасаң да, екі-ақ арманы бар. Әйел адамның бірінші күйеуім маған ұрыспас екен, екінші басқаға қарамас екен. Солай ғой? Солай. Арманыңды орындады ма? Әлі жоқ. Не ұстап демеш Гүлжайна? Я десе болды арманды айтып тұр ғой. Орындады ғой? Иә. Құдай қаласа орындайды. Енді еркектің бірақ арманы бар. Міне көкөлерден сұра. Әйелім ешқашан маған қарсы келмесін деген уәдеңде тұра аласың ба? Тұрам әрине. Не деп тұрасың? Ешқашан қарсы келмеймін. Ішіңнен атаң бас деп тұрған жазмаған. Ұрыспасын. Қазақ тегін айтқан жоқ. Біздің қазақ кез келген сөзді тас түскенде айтқан. Солай емес пе ақсақал? Қазақта мынандай сөз бар екен. Бір күн ұрыс болған үйде Алла 40 күн берекетін алып қояды екен. Сол берекеттерін қашпасын, ұрысқаннан басынан мүйіз шығатын болса, мына братандардың бәрі екі мүйізбен осы тойда тұратын еді. Сондықтан осы жастарымыз бақытты болсын ба? Бақыт құсы қонсын ба? Давайте айқай-шу шапалақ болсынды! Бәсе міне осылай. Бәсенге еще. Құтты болсын. Енді күйеу бала өзің қайда жұмыс істейсің? Былай істегенсің, или шығып кеттің ба, не болды? Сау қалдың ба? Бәрін айта бер. Қазір отпускіден. Отпускідесің аға. Кім болсаңдар да ең басты екеуің бір жаста қартаюды Алла нәсіп етсін. Жұбайыңның болашақ жарыңның қолынан ұстап төрге жайғасыңыздар. Осы болар Алланың жебегені, осы болар бір құдайдың демегені. Алдарында ағайын қол соғыңдар. Міне Астананың қыз жібекпен төрегені деп айтуға. Бақытты болыңыздар.